жақсы отыр ғой. және адам баласы бойында бұл қажет жақсы қасиеттерді насихаттайды. Екі туынды адамды ақылға, білімге, жүрекке, адамгершілікке және Отырғаныңызда келесі еңбек тобы Швед. бойындағы ар мен адамзаттың құндылықтарымызды жоғары орынға қою екенін Поэмада патшаның ашкөздігі туралы айтылған. Және де көрсетқызарлық ашкөздігі туралы жазылған. Ескендір патша бір сүйем арқылы біраз нәрсені түсінеді. Оған Аристотель түсіндіреді. Мансапқа, атаққа қызыққан адамдарды әшкерелеу, жалған патриотизм мен мақтаншақтыққа адамгершілік құндылықтарын ұмыту. Осы екі шығарманы біріктіретін нәрсе ол өзін-өзі жоғары қою мен мақтаншақтық туралы айтылады. Және де билік пен мансаппен ашкөздік емес, шынайы құндылықтардың жоғарылығы туралы да ескерген шығармада да айтылады. Адамзат бойында ең жақсы дүниелердің бірі ақыл мен әділеттілікті нақты ой ретінде алып осы екі қасиет арқылы адамның бойындағы яғни жек көрушілік қасиеттерді жою және надандыққа қарсы шығу мақсатында осы екі қасиетті мақсатты көзге ала отырып адам бойында жаңа қасиеттерді жою осы екі мінез арқылы жақсы жақтар ұмтылу және де
байдың екі поэмасында тастағы адам байындағы жаман қасиеттерді жойып жақсы жолға адам құндылықтарына толыққанды мән беру. Яғни толықтай айтатын болсақ, осы екі шығарма арқылы бойындағы қасиеттерді толыққанды біліп, әрқашанда осы жаман қасиеттерден құтылу арқылы әрқашанда биікке шығып, жолда жүруге нақтылап айтатын. Сен зарядкаң бітіп жатыр. Зарядка. Екінші тапсырма, балалар. Екінші тапсырма, балалар рөлдерге бөлініп көрініс қоямыз. Бірінші топ, Ерасым тобы. Қараңыздар, сіздер патша сарайына бөліне қоясыздар. Екінші топ, Ескендір мен Аристотельдің диалогы. Үшінші топ, қақпа алдындағы оқиға. Сіздер. Төртінші топ, берерін топ, ашып өзін соты. Дайындалуға 10 минут бар. Жақсы, 10 минут. Жақсы. стоп. Төртінші топ, иә. Ашкөздікпен қатыгездік ісі қаралады. Айыпталушы Ескендір. Жәбірленуші не сөйлесін? Ескендір олар инатмады. Олар Тарих кемшіліктеріне ішімейді. Шын билік өз нәтижесін жеңу. Ескендір күшті, алайда ол өз нәтижесін беріп келеді. Ескендір тақтаға тұрады. Басына алған таш, шекесіне парақпен салтанат жасалады. Ескендір асанұлы, мен тағы бір рет сізді көрмекпін. Менің басым көкке жетуі керек. Алып келеді. Әрсінің соңына берсең, бүгінге құрдырмай кетесің. Басың не келеді? Біздің балалар жетім, аналар жылаулар. Патшам, жеңізге жаулап алдыңыз. Басым күшті емес пе? Сахна соңында жүнсіздік. Ескендір ойланып, бірақ ештеңе де таппай қалды. Әркім өзінің рөлін через топ. Ұстазым, мен ұлы билеушімін. Әлем тізе бүгіп жатыр. Тағы қай елді алсам екен? Сен жерде жаулап алдыңыз. Бірақ өз жүрегімді жаулап аласыңдар. Ертең соғыс өз нәпсімен болған күрес. Нәпсі дейсің бе? Мен бәрін ала аламын. Маған
маған шек жоқ. Шекара сыртта емес, іштегі шекарада басталады. Ашкөз патша, көз патша, ақыл мәңгі билік өткінші. Ескендір ойланып басын төмен салады. Көрермендерге ой тастап сахна жабылады. Бердер сұлу жердің барлығын жолдап алғысы келеді. Солай бір қақпалардың алдына келеді. Қақпа өте үлкен болады. Оны жауынгерлермен бірге аша алмай, сонда Ескендір патша айтады: ашында есікті, ашпайсың. Бұдан саған бір жерге рұқсат береді. Неге ашпайсыңдар? Осыны алдан берген қай. Менің түсінігім патшаның ғой, барлығын жеңген, неге ашпайсыңдар есікті? Сендер жаңа тақтада болдыңдар, сондықтан. Емен келесіңдерші, біреу. Мен патшамын ғой. Маған елінен қайтатын бір затты, бір сыйды. Осыны алда берген қай. Бұл жай ғана сүйек қой, маған не үшін қажет? Осы кезде патша ашуланбаңыз, бұның өзінің ерекше мәні бар. Тарапына таратуға салыншы.
жаулап алады, билік жүргізеді, соғысады. Арман мақсаттары бүкіл дүниені бағындыру болған. Кейіпкер Аристотель тіркелген жері Ескендір поэмасы. Мекен жайы Македония шаһары. Кейіпкерге қатысты негізгі белгі дана Ескендір патшаның ақылды көмекшісі. Әдеби кейіпкерге уәлікті беруші. Яғни Ескендірдің аты Александр Македонский. Кейіпкерді ойлап табушы автор, яғни Абай Құнанбаев. Тіркелген жері, яғни шығарма атауы бұл бізде Ескендір поэмасы. Мекен жайы туралы Европа деп жасалған. Келесі бұл бізде кейіпкерге қатысқан негізгі белгілер. Негізі автор оны өте ашкөз деген басқа негативті тән құндылықтарды көрсетсе, мен керісінше Ескендірден өте жақсы қасиеттерді өзіме ала алып, Ескендірмен мақтанықты тұлға деп айта аламын. Неге себебі ол талапкер және өзінің айтқан нәрсесіне нақты жете алады және ол мен үшін өте бір үлгі тұтарлықтай нәрсе болды. Келесісі бұл бізде немен айналысады, яғни ел жаулайды және өзінің арманына жетеді деп жаздым. Және тағы да бір Александр Македонскийдің мықты тұлға екеніне дәлел, яғни ол мықты болмаса, оның тарихта таңбасы қалмас еді деген бір сөйлеммен жеткізіп келіп тұр. Оның арман мақсаттары, яғни дүниежүзі бойынша әлемді жаулау және ел мекенін толықтай өзіне тәуелді ету. Әдеби кейіпкерлерге уәлікті беруші мен себептері Ескендірге қатысты негізгі белгілерін айтсақ, ол даналығымен сабақтың салмақтылығы. Немен айналысады? Ол ұстаз болып келеді, яғни Ескендірдің ұстаз ретінде ақылды символы. Арман мақсаттары адамдар қолдау. Abi